Өмірде нәтижелерге жетудің біріне еш ұқсамайтын екі жолы бар. Олар біріне қарама қайшы келмейді, бірақ күнделікті өмірде біз тек біреуін ғана қолданамыз. Бірінші жолы нәтижеге өз ерік-жігерінің күшімен жету. Бұл әдіс қойылған мақсатқа апаратын жолдағы көптеген кедергілерден үнемі өтіп отыруды қажет етеді. Екінші жолы ағымдағы күйде болу. Бұнда табыс жеңіл және еркін түрде келеді. Сіз дәл қажетті уақытта қажетті жерден табыласыз. Кенеттен сіздің басыңызға бұрын байқалмаған қарапайым әрі тамаша ойлар келе бастайды. Және нәтижелер де өздерін көп күттірмейді. Бұл кітапта мен сіздің мұндай жағдайға қалай жетуіңізге болатынын айтамын. Табысқа жетудің бірінші амалын біз бала күнімізден біліп қолданамыз. Біз еңбек бәрін жеңбек, қасқырдың жемтік аяғында, шана тепкің келсе, сүйрей де біл мақалдарды жиі естиміз. Басшылар мен бизнесмендердің көпшілігі табысқа ұмтылғанда дәл осы ерік-жігер күшіне жүгінеді. Өкінішке орай, бұл әдіс үнемі тиімді бола бермейді. Мысалы, сіз көп ақшаға қол жеткізгіңіз келген соң, бизнеспен айналыса бастадыңыз. Көп ақша табу сіздің санаңызда ұялаған тілек. Бірақ көп жыл өтсе де, бизнесіңіз айтарлықтай табыс әкеле қоймай. Өйткені сіздің түпкі санаңыз ақшаны қажет етпейді. Сол кезде не істейсіз? Ерік-жігеріңізді іске қосасыз. Таңертең ерте тұруға тырысып, қызметкерлерді сапқа тұрғызып, жұмыстың ауыр бөлігін мойныңызға жүктеп аласыз, өйткені жұмысты бәрінен де жақсы істеймін деп ойлайсыз. Бұл іс-әрекеттің бәрі сізге табыс әкеледі, дегенмен олар ұзаққа созылмайды. Ерік-жігер, декларациялар, мақсат қоюшылық, бұның бәрі ерте ме, кеш пе сізді ішкі күйзеліске апаратын ресурстық амалдар. Жетістікке өзге жолмен де жетуге болады. Қалай? Ендеше оқуды жалғастырыңыз. Осы технологиямен танысқысы келетіндерге алғашқы айтарым. Өзіңізбен жұмыс істеуге арналған бұл әдістеме бәріңізге бірдей жарай бермейді. Менің басымнан өтіп жатқан жағдайлардың, жеке өмірімде болып жатқандардың бәрі түпкі санама байланысты екенін мойындаймын ба? Деген ең маңызды сауалға дәл қазір шынайы жауап беріңізші. Семинар барысында маған танысымның айтқан бір қызықты хикаясын сіздермен бөлісейін. Оның айтып бергені, мен өмірімде үлкен жол апатына тап болдым, КамАЗ машинасымен соқтығыстым. Қол аяғым сынып, кермеде жарты жылға жуық төсек тартып жаттым. Мен осындай тосын қатерлі апаттан қалай дін аман сау қалғаныма таңданып ұзақ ойландым. Көрерім дәм тұзым таусылмағанын айналамдағыларға айтып жаттым. Бірақ апатқа түсуімнің кездейсоқ емес екендігін, оның түпкі санамда өз қалауыммен болғандығын енді ғана түсіндім. Өйткені сол кездері ортақ бизнесте бірге жүрген достарыммен әрі қарай жұмыс істегім келмейтін. Бірақ ол туралы достарыма айта алмадым. Егер ойдан шығарылған таразыға достарыма шындықты айту мен КамАЗбен болған соқтығысты салатын болсам, мен апатты таңдар едім. Мұны өзімше сатқындыққа теңеп, ол туралы достарыма айтқым келмеді. Өз басыма қиындықты әдейі жасап алғанымды түсінемін. Жарты жыл көлемінде маған Алла не үшін кәрін төкті деген ой жанымды жегідей жеді. Дегенмен қазір мен бұл жағдайды түпкі санамен түсінемін. Белгілі бір оқиғалардың себептерін талдап және түсіне білудің маңызы зор. Сіз өз басыңыздан өтіп жатқан оқиғалардың себебін түсінгенде ғана өз өміріңізді шынайы бағалайсыз әрі басқара аласыз. Ең қызығы, егер менің танысым өзінің алған бағытын өзгерте алғанда, ал ол шамамен бұлай болар еді. Менің серіктестеріме бұдан былай олармен жұмыс істей алмайтынымды айтқаным, олар сатқаным, онда оған апатқа түсудің керегі жоқ еді, немесе ол апатқа ешқашан тап болмаушы еді. Сіз шынайы өміріңізді өзіңіз ойлағандай қалыптастырып, оны қалағаныңыздай басқара аласыз. Дегенмен ол үшін өз санаңызға бір маңызды ойды сіңіру қажет. Сіздің өміріңізде болып жатқан нәрселердің барлығы сіздің түпкі санаңыздың қалауымен болып жатады. Сонымен бірге сіздің дәл соны қалауыңыздың себептері бар. Егер осы тұжырыммен келіссеңіз, бұл кітапта сізге арналып жазылған деп санаңыз. Ақша деген не? Көпшілігіміз үшін ақша деген не? Ақша дегеніміз материя. Біз оған өзімізде жоқ барлық нәрселер үшін жауапкершілік аударып отырамыз. Мысалы, адам өзіне және айналасындағыларға мен саяхатқа баруды армандаймын дейді. Дегенмен өзі саяхатқа шықпайды. Неге деген сұраққа мен саяхатқа шықпаймын, себебі ақшам жоқ деп жауап береді. Шынында, егер саяхат саналы деңгейдегі арман болса, егер адам расында да саяхатқа шыққысы келсе, онда әуелі ақша саяхатқа тәуелді деген қатып қалған канондық қағиданы бұзу керек. Неге? Өйткені бұл барып тұрған өз алдаудың бір нұсқасы. Мен саяхатқа шықпаймын, өйткені менде ақша жоқ. Өзіңді алдаудың ең жеңіл түрі. Осылайша өзімізді алдай отырып, біз бар арманымызды, бар ұмтылысымызды барынша байлап тастаймыз. Ақша бұл әмбебап материя, біз оған әр түрлі дәрежеде іске аспаған тілектеріміз үшін жауапкершілікті артып тастаймыз. Дәл осылай біз бейсаналы түрде өзімізді қоймай, өзгелерді де лажсыз иландырамыз. Маған ақша өте қажет. Егер менде ақша жоқ болса, менің қолымнан ештеңе келмейді. Тест. Сіз үшін ақшаның бейнесі қандай? Бұл тест айтарлықтай көрнекі болғандықтан мен бұны әр шеберлік сабағымда өткіземін. Әмияныңыздағы ең ірі ақшаны алдыңызға қойыңыз.
Көзіңізді жұмып, еркін отырыңыз. Бұны адам деп елестетіңіз. Ал енді төмендегі 7 сұраққа жауап беріңіз. Ол қандай? Оның жанында сіз қандайсыз? Ол не істеп отыр? Сіз не істеп отырсыз? Ол сізге қалай қарайды? Сіз оған қалай қарайсыз? Егер ол мүлде жоғалса, не істер едіңіз? Жауаптарды қағазға жазып бір шетке алып қойыңыз. Шеберлік сабағында тест шамамен былай өтеді. Қазір 100 мыңнан көп ақша табатын адамдар, қолдарыңызды көтеріңіздер және сахнаға шығыңыздар. Ақшадан таршылық көріп жүргендер бар ма? Кім аз ақша табамын деп ойлайды? Бұл шынында да аз ақша болу керек, 10-15 мыңнан төмен. Ондайлар бар ма? Аз ақша табамын деп ойлайтындар алғы сапқа шығыңыздар. Қазір барлығымыз бірге жаттығу жасаймыз. Біз қарап тұрған қарапайым адамдар. Сіздер де дәл солай өзіңіз үшін жасап, алған сезімдеріңізді жазып қоюыңызға болады. Ол қандай? Мен қара ұзын шашты, ақ көйлектегі бойшаң қызды елестеттім, ол күлімсіреп тұр. Мен қандаймын? Оған сәл қолым жетіңкіремей тұрғанымды сезінемін. Ол не істеді? Ол әсемдік салондарын аралап жүр. Сен не істедің? Мен де ол сияқты әсемдік салондарына бару үшін ақша тауып жүрдім. Ал қазір мына сұраққа жауап бер. Ол сенің өміріңнен кетіп қалса, қандай сезімде болар едің? Дәл сондай тағы біреу пайда болады. Бұл да керемет. Егер сіздің жауабыңыз осыған ұқсас болса, ақшаға деген көзқарасыңыз жаман емес. Бірақ мінсіз де емес. Қазір тіпті басқа мысал келтіремін. Ол қандай? Ол Сафиналар қожасы фильміндегі ысылдақ Голдың кейіпкеріне ұқсайды. Егер ол жоқ болып кетсе, мен қуанамын. Бұл қыздың қаржылық жағдайы қалай деп ойлайсыз? Дұрыс, оның ақшаға деген көзқарасы өте қиын. Тұрмыс жағдайы әртүрлі, адамдардың ақшаға деген көзқарасы да әртүрлі болмақ. Көбінесе ақша жөнінен бәрі жақсы адамдар бұл кейіпкердің ақша бейнесінің өз өмірінен кетіп қала алатынын елестете де алмайды. Егер адам кеткен ақшаға өкінетін болса, бұл өте қауіпті. Оның түпкі санасында ақшаға өмірімде тапшы болып қалармын деген үрей бар сияқты. Бір құрбым менен ал менің қаржы жағдайым дұрыс па деп сұраған еді. Мен оған, дәл қазір сенің жеке ұшағың және жеке аралың болмаса, ақша туралы түсінігіңді өзгертуге болады, тіпті өзгерту керек те деп жауап бердім. Кез келген адамның қалай болса да, қайда болса да ары қарай жетілуіне мүмкіндігі бар екені анық. Адамдардың болмысындағы айырмашылықтардың негізі олардың ойларының әртүрлілігінде екендігін дәлелдеу үшін көптеген адамдар туралы мысалдар келтіргім келіп отыр. Басқа сөзбен айтқанда, егер адам өз санасындағы ақша туралы, бизнес, жетістік туралы түсінігін өзгерте алса, болмысының өздігінен өзгеретініне кепілдік беруге болады. Сіз оның қаншалықты жылдам іске асарын елестете алмайсыз да. Мысалы, адамның ақшаға деген көзқарасы дұрыс делік. Ол ақша мен үшін жауынгер тәріздес. Міне, жаңа жауынгер келді. Сен не істейсің? Ол не істейді? Мен оған, жат, кеудемен жаттық деймін, ол жаттығады. Егер ол жоқ болып кетсе, не істейсің? Келесі сарбазды шақырамын. Ақшаны қабылдау тестінен өтіп жатқанда, кімді көргеніңізді байқаңыз. Ол адам позитивті ме, әлде негативті ме? Бұл адам ғана емес, кез келген бейнедегі затта болуы мүмкін. Ең бастысы, сіздің алған әсеріңіз. Бұл не болса да ақша туралы сіздің түсінігіңіз. Тіпті сіз ақша туралы ойыңыз басқа деп есептеп жүрсеңіз де. Тіпті сіз ақшаны жақсы көремін деп өзіңізді, басқаларды сендірсеңіз де, бұл сіздің түсінігіңіз. Тап осы бейне сіздің ақша туралы шын түсінігіңіз болып табылады. Және дәл осы бейнемен өзіңіз ойлағандай сіздің болмысыңызға ақша оңай келу үшін жұмыс істеу керек. Сізде ойдағыдай, тіпті одан да көп табыс болу үшін түпкі санаңыздың аймағын реттеп түзету қажет. 90 сөздің тобықтай түйіні, сіздің табысыңыз, нәтиже мен қаржыңыз. Егер ақшаны адам еңбегінің жемісі ретінде алсақ, сіздің қаншалықты еңбектенуіңізге байланысты емес. Мұның сыры сіздің табысқа жетуіңіз, ең бастысы, оны түпкі санаңызбен қаншалықты қалайтыныңызда. Жалғасы келесі бөлімде.